Сен қалталы жігітке күйеуге шықтың. Қалтасы бар, машинасы бар, үйі бар, бәрі бар, жағдайың бар. Сенде сезім болмаса, оның несі бақыт? Неге сезім болмаса, мысалға, бұрында да, мысалға, жаңа сіздер айтып жатсыздар ғой, алып қашып үйленген деп. Алып қашып үйленген кезде бұрында сезім болған жоқ, мысалға. Үйленгеннен кейін сезімдер оянған шығар, Бізде мысалға. сезім бар, ал сен қазір Үйленгеннен кейін де сезім болуға болады. үйленгеннен кейін де оған дейін де сезім болды бізде. Мен саған айта алмаймын оны. Ал Жоқ. сен бай жігітке бардың жарайды. Бүгін ол мүмкін сен барған жігіт ол әкесінің арқасында көтерілген шығар. Басы істейтін болса, өзінің жан дүниесіне сенімді болса, ол адам қалталы да бола алады. Ол арманына жетеді. Ол әр кезде ақшаны тауып, өзінің семьясын, бала шағасын асырай алады деп ойлаймын. Мен сол себептен қалталыға тұрмысқа шығам деп өзіме алдыма мақсат қойдым деп те айта аламын. Зарина ханым, сіз қазір жалпының атынан сөйлеп жатырсыз. Қазақ қыздары кейінгі уақытта қалталыны қалайды деп. 100% емес шығар енді. 100% болмаса да 90% бар ғой.